Кімдер келе жатыр? Жұлдыздар келе жатыр, бір былай. Неге екеуің бірыңғай киініп алғансыңдар? Әдемсіз. Күшті. Қайырлы таң достар, қалайсыздар? Біз ұйқымыздан тұрып, қазір міне студия жаққа бара жатырмыз. Мына жерге шыны керек пресс шықты. Таңертең тұрсам, привет деп пресс шығып тұр. Білмеймін кімнің маған ғашық болып жүргенін. Өйтіп ғашық болмаңыздар, өтініші ғашық болатын болсаңыз бетіме келіп айтыңыздар деп ше. Енді қазір қасымда Мержан бар, Тілек бар. Бәріміз студияға қарай жолға шығып жатырмыз. Сәл енді ұйқының қанбағаны болмаса, негізі көңіл-күй өте керемет. Давайте, түсіруге тырысамын. Ал достар, бүгін біз бір ғажайып сәтке тап болдық. Шүкір Алла, бауырым, сен шашыңды алсаң өте керемет азаматсың ғой. Кім үшін алған айтайын ба? Қалай, не үшін өзгерістер? Ол үшін емес екен. Ол өзі. Әмина үшін шығар мына шаш, а? Сенің взглядтарың қатты жарып отыр TikTokта, басқа әлеуметтік желілерде. Ассалаумағалейкум достар, домалақпастар үшін. Балдармен бірге чайын деп жатыр. Қайырлы таң, қолдарың қалай? Бізді еще нағыз күтіп отыр. Диана! Блин, кішкене ыңғайсызданады екенсің, отырғанына примерно бір сағат емес, бір жарты сағат болған шығар. Біз әлі жүр қыздар сияқты дайындалып, короче, жуынып шайынып. Сол үшін қайырлы таң, күндеріңе сәттілік. Сол. Достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін өзім жайлы бір ақпарат ашқым келіп отыр. Яғни ол менің бүгінге дейінгі мойындамай келген бір нәрсем, ол менің тәкаппарлығым екен. Яғни аттан түссем де үзеңгіден түспейтін, баймен кетейді салыстыратын, адамдарды жікке бөлетін, сондай менде бір әдет бар екен. Бірақ мен бұрын оны өзім мойындамаған, болмаса білмеген, өйткені көп адамдар маған жазады, сөйлейді, телефон соғады, мен олардың біреуіне вообще жауап бермейтінмін. Өйткені керек жоқ, не керек, қойшы сол айта береді, осының жұмысы бітпейді деген сияқты мәселелер менің миымда өте көп болатын. Одан кейін біреулер бірдеме сөйлеп жатса оны елемейтін, жұмысын айтып жатса түсінбейтін, жалпы осыған не керек? Бұл мен қатысы жоқ дүниелер ғой, бұл неге соған басына ортады деген сияқты мәселелерді де мен өте көп ойлайтынмын. Сүйсем ол менің тәкаппарлығым екен.